Бұрын жасамаған керемет ерекше тағамның жасалуын көрсетемін. Кешкіге не жасаймын деп отырсаңыз, керемет идея. Бұл жолы қазанда емес, кеседе жасаймыз. Алдымен тартылған етке ұсақталған пияз, тұз, бұрыш, паприка, панировочный сухаримен аздап сары май салып, жақсылап араластырамыз. Фаршымызды бірнеше бөлікке бөлеміз. Менде 6 шарик шықты. Енді 6 кесеге оливковое масло немесе сары маймен жақсылап майлап, ішіне фаршымызды салып, толығымен осылай қолымызбен жайып шығамыз. Оның үстінен үккіштен өткізілген ірімшіктерді саламыз. Турап алған қызанақтарды салып шығамыз. Бір-бірден 5 жұмыртқаға тұз, сүт, ұсақтап туралған көк пияз қосып, жақсылап араластырып, үстерінен құйып шығатын боламыз. Енді осы жаңағы құймамыздың үстінен үккіштен өткізілген қалған сиырымыздың кішкене бөліктерін осылай аз-аздан салып шықтым. Аздап сары майдан да салып, қызып тұрған пеште 200 градуста 30 минуттай пісіріп алдым. Гарнирге күрішпен бірге ұсынсаңыз болады. Осындай ерекше тәсілмен күріштің үстіне қойып, қасына салатпен бірге ұсынсаңыз болады. Біздің отбасыға қатты ұнады, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Бұл ерекше тағамды Vita Cafeto иісі аңқыған натуральный осындай 3 в 1 кофелермен ішуге кеңес беремін. 2 түрлі дәмі бар, біреуі сливки және біреуі қантпен. Өте дәмді, міндетті түрде жасап көріңіз. Видео ұнаса парақшаға тіркеліп алып, сақтап алуды ұмытпаңыз.